Сәлем балалар, қазақ тілі 3-ші сынып 17-ші сабақ. Тақырыбы нәтиже сабақ мен не үйрендім. Мәтінді мұқият тыңда. Бұл ай қыстың хабаршысы. Бұл айда жердің топырағы тоң болып қатады. Қара суық күшейеді. Су бетіне қабыршық мұз қатады. Күн қысқарып, түн ұзарады. Кей жерлерде қар басады. Кей жерлерде жауған жаңбырдың арты қарға айналады. Балалар, бұл қай ай екен? Желтоқсан айы. Мәтінді бөліктерге бөл. Әр бөлікке ат қой. Жоспарды толықтыр. Қыстың хабаршысы, тоң болып қатуы, 3-ші суықтың күшеюі, мұздың қатуы, 5-ші қардың басуы. Жаңағы мәтіннің ішіндегі түсініксіз сөздерге мән берейік. Хабаршы, хабар жеткізуші. Тоң, қатты суықтан топырақтың сіресіп қатуы. Қара суық, жердің қара кездегі жауын шашынсыз ызғарлы суық деген мағынаны білдіреді. Қабыршық мұз жаңа қатқан жұқа мұз екен. Енді жоспардың көмегімен жаңағы мазмұн жаздық. Бұл ай қыстың хабаршысы. Бұл айда жердің топырағы тоң болып қатады. Қара суық күшейеді. Су бетіне қабыршық мұз қатады. Күн қысқарып, түн ұзарады. Кей жерлерде қар басады. Кей жерлерде жауған жаңбырдың арты қарға айналады. Мәтіндерді түсініп оқы, әр мәтінге сұрақ қоя отырып, түрін анықта және сәйкестендір. Мәтіннің әңгімелеу, пайымдау, сипаттау түрін білесін балалар. Енді осыны еске түсірейік. Әңгімелеу мәтін дегенімізде, оның сұрақтары қандай, және не туралы. Сипаттау мәтін сұрақтары және оның не туралы құрылымы. Пайымдау сұрақтары және оның құрылымы екен. Ендеше мәтіндерді оқи отырып, кәнеке сәйкестендірейік. Лашын сұңқар тұқымдасына жататын жыртқыш құс. Лашынның тусырды көк сұр немесе қара сұр, ал алқымы ақ сұрлау болып келеді. Көзі дөп дөңгелек қап-қара, қанаты ұзын және сүйір, саусақтары салалы. Балалар бұл жерде қандай деген сұрақтарға жауап берді? Көк сұр, қара сұр, ақ сұрлау, көзі дөп дөңгелек қап-қара, ұзын, сүйір деген және саусақтары салалы деген осындай сөздер арқылы біз сипаттау мәтініне жатқыздық. Мен лашынды хайуанаттар бағынан кездестірдім. Ол ұясында отырды. Ол бізден қорыққан жоқ. Яғни хайуанаттар лашын не істеді? Не істеді деген сұраққа жауап берсе, кездестірдім, отырды деген ол әңгімелеу мәтін екен. Лашын қазір кезде сирек кездеседі. Табиғатта саны азайып бара жатқан құстардың қатарында. Сондықтан ол біздің елімізде қорғауға алынған. Неліктен, не үшін деген сұрақтарға жауап берген осы лашын туралы сондықтан деген көмекші сөздер бар. Сол себепті өйткені деген сондықтан ол пайымдау мәтініне жатады екен. Сынып оқушылары, күз кереметі қойылымын қоймақшы. Қойылымның шақыру қағазын дайында. Шақыру мәтін дәптеріңе толықтырып жаз дейді. Мінекей мына жерде жазылған. Қойылым сағат 11-де болады. Барлықтарыңызды шақырамыз ертеңгілікке деген осындай. Бізде алтын күз туралы жаздық. Шақырушы 3-ші сынып оқушылары. Балалар, бүгінгі нәтиже сабақты осымен аяқтаймыз.